Сәлем, менің атым Ақнұр, 2021 түлегімін. Бұл Study Time. Бүгінгі видеода көп сөйлемеймін, себебі сәл ауырып тұрмын, даусым ыңғайсыз шығып тұр. Тек дайындығымды қарап мотивация алсаңдар болады. Ал келесі видеода математикаға дайындығым туралы айтамын. Сондықтан осы видеода белсенділік көрсетулеріңді сұраймын. Алдындағыдан кейін мектепте шамалы влог түсіруге тырыстым, бірақ көп емес. Үйге келгеннен кейін контентке жұмыс жасадым әдеттегідей. Видео дайындап қойған болатынмын, соның обложкасын түсірдім. Бұл физика конспектісі туралы видео, егер қарамаған болсаң, осы видеоны қарағаннан кейін міндетті түрде қарап шық. Бұл жоғары оқу орны кезеттің марафоны. Соның тапсырмаларын орындадым. Апта сайын немесе 2 апта сайын осылай бөлмем шашылып кетеді. Соларды жинадым. Жинағаннан кейін менде талданбаған өте көп нұсқалар бар екенін көрдім. Бұл нұсқалар менің тәтемнің нұсқалары, ол 2018-де бітірген, сондықтан да мұндай нұсқалар менде өте көп. Сол нұсқаларды талдадым, және бір-бірінде қайталанатын есептер көп болғандықтан бір мезгілде өте көп нұсқа талдап тастадым. Бір жағынан полка босап қалды. Тарихты талдаған кезде алдымен осылайынан жауып отырамын, сөйте өзім жауабымды іштей айтамын да, тексеремін. Ал егер өзімдікіндей жауап болмаса, енді білмегенім шығар мүмкін. Солайынан жобалап өзімнің осы тесттен қанша алатынымды шығарамын. Бұдан кейін мен контексттермен жұмыс жасай бастадым. Бұл физиканың контексттерін осы видеоның астына сілтеме қалдырамын. Сол жерден алуларыңа болады.
контекстте шығарылмаған есептерді іздеймін дедім. Компьютерді қосып, контекст есептерін талдаған видео сабақтарды қарай бастадым. Алдымен рабочий столды тазарттым, себебі көптен бері осылайынан шашылып кетеді. Дәл осы кезде менің қараған видеоларымның сілтемесін видеоның астына қалдырамын. Сендер де сол видеоларды қарап дайындалсаңдар болады. Контексттен бөлек жай ғана видео талдау сабағын қарадым. Соның ішінде өзіме таныс емес, бұрын кездеспеген есептерді жазып шықтым.
дайындығы осымен аяқталды. Осы физикаға дайындығым есептер тауға 1,5 сағат уақытым кетіпті. Енді контентке жұмыс жасаймын. Мен Инстаграмда қандай YouTube каналдарды қарайтынымды жазған болатынмын, әрине ОБД дайындыққа байланысты. Сол посттағы каналдардың сілтемесін осы видеоның астында қалдырамын. Менімен бірге бір күн болғандарыңа көп рахмет. Келесі видеоларда кездескенше